Бүгін облыс орталығында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер жәрмеңкесі болды. Шарада 100-ден астам тұрғын өздеріне қажетті ақпараттарды алды. Мөлдір Оспанова жеке балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істейді. Енді өзі де бөбекжай ашқысы келеді. Осы шаруаны неден бастау керек, қандай құжаттар қажет екенін білу үшін жәрмеңкеге келіпті. Мына жәрмеңкеге келіп, өзімнің көкейімде жүрген сұрақтарға жауап алдым. Жеке садик ашқым келген өзім. Сол жайлы көптеген кеңестер алдым. Кеңесте жұмыс күнінде қажетті құжаттарды бітіруге болады екен. Жәрмеңкеге тұрғын үй, әділет, салық, жер қатынасы, сәулет және қала құрылысы, көші-қон салалары бойынша қызмет көрсететін мемлекеттік органдар қатысып, тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Бұл өзі кент тұрғындары үшін өте тиімді. Оның ішінде мүмкіндігі шектеулі жандар бар, қария кісілер бар, мінекей келіп қазір мінекей қызметтерін көрсетіп жатыр. Әсіресе жер қатынастары туралы тұрғын үй мәселесі жөнінде де жақсы кеңестер беріліп жатыр. Осындай қызметтердің түрін көбейте берсін. Жылдың басынан бері біздің департаментпен 10-ға жуық мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесі өткізілді. Оның ішінде 7 ауданда өтсе, бүгін мына қаланың өзінде де 3-ші осы жәрмеңкені өткізіп отырмыз. Яғни бұл жәрмеңкенің басты мақсаты халыққа қолжетімді, қажетті деген қызметтерді осы жақын жерден беру. Яғни мемлекеттік орындарға барып сандалмай, осы жерге бірден келіп қызметтерді алу мүмкіндігін қарастыру, электронды цифрландыруды түсіндіру болып табылады. Жәрмеңкеде халықтың бәр сұрақтары ЭЦК кілт туралы сұрап жатыр. Қалай қолдануға болады, қандай анықтамалар болады алуға деген сұрақтары көп. Мекен-жай анықтамасы, тұрғын үй кезегіне тұруға болады, сотталмаған деген анықтамаларды бізде көп алады халық келіп. Сондай-ақ азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы қызметкерлері тұрғындарға егов.кз электронды үкімет порталымен қалай жұмыс істеу керектігін және электронды порталдың көмегімен анықтама алудың тиімділігі турасында кеңес берді. Ерболат Тұрсынқожа, Алмат Меңдебаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.